Аз уақыттың ішінде келін екеуі үйлерін бітіріп алыпты. Заманауи жөндеу жұмыстарын жүргізіп, бар жағдайларын жасап қойыпты. Үйдің ішінде ыстық су, суық су сарылдап тұр. Орталық жылуға қосылған. Ішін жаңа жиһазбен техникаға толтырып қойыпты. Сырты жап-жасыл. Бақшасында көксөктің бәрі бар. Балаларға үлкен бассейн құрып, жанына шатыр қойған. Мен аң-таң қалдым. Алдында шалым айтқанда, мұншалықты емес шығар деп ойлап едім. Келін кең қонақ бөлмесіне молынан қылып жақсылап дастархан жасапты. Мұның барлығына қалай үлгеріп жүр деп таңдандым. Ұлым мен келінім қонақтарды жақсылап күтті. Келінім бар жөн жоралғысымен құдаларға ет асып табақ тартты. Шынымды айтсам, мен қонақ күткенде осы табаққа мүшелеп ет салуды кейін әрең үйренген болатынмын. Алдында үнемі қайнап келерім салып беріп жүретін. Кейін ерлер сыртқа шығып кеткен соң, келіннің туыстары үй тойына әкелген сыйлықтарын шығарып, көрсетіп табыстай бастады. Сонда құдағиым, біз сыйлығымызды алдын ала әкеліп құрып қойдық деді. Сөйтсем, ас үйіндегі жиһаз бен соңғы үлгідегі газ плитасын алып берген екен. Келіннің әкесі 7 ағайынды еді. Солардың әр қайсысы бір зат әкеліп, ұлымның үйі толған екен. Бір апасы тұрып, жас отбасы аяққа тұрып кету үшін қолымыздан келгенше қолдау көрсетуіміз керек. Үлкендігімізді көрсетіп, қолдап, қолпаштап, ақылымызды айтып, жөн сілтей білсек, жастарымыз аяққа нық тұрып, берік отбасы болып, әрі қарай алып кетеді. Күйеу баламыз өте жақсы, пысық, кішіпейіл, ақылды жігіт. Осы шаңырақтары шаттыққа толып, өсіп өне берсін. Қызым, осы заттарыңды игілігіңе жарат, құтты болсын, деп келіннің бетінен сүйді. Мен балалардың бөлмесіне төсейтін кішігірім кілем алып барып едім. Онымды көрсетуге де ұялып қалдым. Мына апасының сөзінен кейін өзімді қатты ыңғайсыз сезіндім. Балам бөлек шыққанда адам құсап еншісін де бермеппін. Тіпті бір кесе де бермеппін. Сол жерде өзімді бөтен адам секілді сезіндім. Ұлымның үйінде ештеңеге араласып кете алмадым. Қонақтарды келіннің, туыстарының келіндері күтсіп, ыдыстарын жинасып жуысып жүр. Кіші келін де солармен бірге әңгімесін айтып, абысынымен емен жарқын сөйлесіп, болысып жүр. Мен қонақ сияқты отырдым да қойдым. Тек үлкен немере қызым ғана апалап жанымнан шықпай жүрді. Кейін үлкен келін тойбастарды қойып, құдаларға қуыс үйден құр шықпаңыздар деп кигізетінін кигізді. Сонда қасымда отырған кіші келіннің анасы маған қарап, үлкен келініңіз жаста болса жарады, рахмет сізге, жақсы жол көрсетіп келесіз деп мені қолпаштап қойды. Құдағидің бұл сөзіне іштей жерге кірердей болдым. Менің не істегенімді білсе, маған мұндай сөздер айтпас еді. Демек, кіші келінім анасына сөз тасымайды екен. Қайтарда үлкен келін, мама, сіздер қалмадыңыздар ма, қонып асықпай қайтар едіңіздер деп, ренжігелі алғаш жылы қабақ танытып сөйледі. Мен қапелімде не дерімді білмей, үйде мал бар, рахмет, кейін бір келерміз деп, көзіме келген жасты көрсеткім келмей, тез-тез көлікке қарай кетіп қалдым. Сөйтіп үйге, көңілім құлазып қайттық. Үйге келсем, кіші ұлым үлкен-үлкен 2 пакет, бір табақ тамақ, үлкен бөтелкеде қымызы бар, әкеліп столға қойып жатыр. Мынаның барлығын жеңгем салып жіберді дейді. Сөйтіп келінім көрегендігін, тәрбиелілігін көрсетті. Таспен атқанды аспен ат дегендей қылды. Кейін елімізге мына індет келгенде мен қатты ауырып қалдым. Сол кезде осы үлкен балам мен келінім жүгіріп жүріп, келіннің өзі істейтін ауруханаға жатқызып қаратты. Келінімнің әріптестері жақсы қарады. Сөйтіп алдымен Алланың, кейінгісі осы келіннің арқасында көрер күнім бар екен деп аман қалдым. Сол кезде барлығының қадіріне жеттім. Тәубеме келдім. Қазір Аллаға шүкір денсаулығым жақсы. Бала-шағам да көз алдымда аман есен. Шалым екеуміз 2 үйдің арасында жүреміз. Үлкен ұлдыкіне барамыз. Онда немерелерге қарасамыз. Келін 3-шісіне аяғы ауырлап, декреттік демалысқа шыққалы, немерелер үйде. Үлкен келінмен қарым қатынасымыз жақсы.
өткенді ұмыттық. Кіші келінмен де жақсымыз. Ол маған келін емес, ене секілді. Барлық жерде сөзімді сөйлеп, қорғап, қолпаштап жүреді. Үлкен ұлым сол үй тойын жасағаннан кейін үлкен қайынәпкем баяғыда марқұм енем бір жер телімін сатып әперген екен. Соны сатып, ақшасын үлкен ұлға берді. Қайнатаңнан үй сатып алғанда алған ақшаңды қайтар. Біздің саған қосқанымыз болсын, деді. Ол кісінің мұнысына шалым риза болды. Қазіргі таңда осылай тұрып жатқан жайымыз бар. Ауруханада жаным қиналып жатқанда, ойпырай жеткен жерім осы болды ма? Осылай жалғыздықта жатып, о дүниелік болып кетер ме екенмін деп жаным күйзелді. Бүкіл өмірім көз алдымнан тізбектеліп өтіп жатты. Өмір тым қысқа екен. Біз пенделер мәңгілік өмір сүретіндей аз ғұмырымызда қолда барымызды қадірлей алмайды екенбіз. Алдымен деніміздің саулығын, отбасы, туған туыс, бала-шағамыздың амандығы ең бастысы екен. Дүние, байлық, мансап пен сасық көкірегіміз көзімізге шел қаптатып, бар жақсыны көре алмай қалады екенбіз. Сол кезде өліп кетсем, артымда қандай атым қалар еді? Енем мен шалымның ағайындарына жақсы келін, шалыма жақсы жар, балаларыма ардақты ана, келіндерге жақсы ене бола алдым ба? Жоқ. Алладан ең болмағанда осы олқылықтарымның орын толтыруға тағы біраз уақыт берші, және біраз ғұмыр берші деп жалбарындым. Сол кезде тек келінімді ғана көріп жүрдім. Сол ауруханада дәрігер болғандықтан отбасымнан сол ғана маған кіре алатын еді. Күнде қасымда жүрді. Өзі қарап, өзі тосып, астымды тазалап, ауыстырып, тамағымды беріп, мені жас баладай күтті. Алдымен Алла, кейінгісі осы ақ халатты абзал жандар мен келінімнің арқасында аман қалдым. Келінімнің алдында басым дейіп кешірім сұраймын. Оған жасаған қиянатым, жазықсыз жазғырып, ең соңы қол көтергенім үшін өз-өзімді жегідей жедім. Өкініш өзегімді өртеді. Бағыма қарай Алла маған осындай келіндерді беріпті. Осы күні бұған мыңда бір шүкір деймін. Кіші келінімді де аяғың ауыр болып келдің деп бетіне басып, кемсіткенім дұрыс болмапты. Мінезі тік болса да, жүрегі таза еді. Мен айта алмағанды айтып тастап, мен жасай алмағанды жасап жүр. Ұлдарымды бөліп жармай, екеуіне де бірдей қарауым керек еді. Олардың алдында да ата-аналық борышымызды өтей алмадық. Үлкен ұлыма көп салмақ салдық. Кішісіне той жасап бере алмадық. Енді болашақта Алла немерелеріміздің қуанышында қызмет етіп, солардың қызығын көруді нәсіп етсе екен. Барлық әйелдер қауымына айтарым, бүгінгі күнмен емес, болашағымызды ойлайық, пендешілікке салынбайық, аманатқа қиянат жасап, күнәға батпайық, барымызды бағалайық. Деніміз сау, отбасымыз аман болсын.